Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл самсаның құрамы өте қарапайым. Бөлме температурасындағы суға тұзды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Барлығының толық мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Бізде осындай қамыр шығады. Қамырды бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минут өткеннен кейін қамырды тағы бір илеп, бетін жауып немесе пакетке салып, жарты сағатқа демалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымыз толықтай дайын болады. Тағы бір илеп, қамырды 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырдың арасына жағуға тек қана сары майды пайдалансаңыздар болады. Немесе мен жартылай сары май, жартылай сиырдың күйдірілген шымайын пайдаландым. Осылай әбден қыздырып, артық суы кеткенше қайнатамыз. Одан кейін бір келкі етіп қамырдың бетіне жағып шығамыз. Енді жағылған майдың кішкене кепкенін күтеміз. Одан кейін барып екінші қамырды жаңағы бірінші қамырдың үстіне жаямыз. Оның да бетіне осылай бір келкі етіп май жағып шығамыз. Май кішкене кепкеннен кейін ақырындап осылай орап шығамыз. Енді дайын болған қамырды пакетке салып 15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Дайын қамырды осылай бөлшектерге бөліп, самсаны түйе беруге болады. Менде осы рецепт бойынша 30-35 самса шықты. Салмасы өздеріңіздің қалауларыңыз, мен пияз бен фаршты пайдаландым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша күнжут немесе мак сепсеңіздер болады. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште толықтай қызарғанша пісіріп аламыз.
Осымен самса дайын, өте дәмді әрі қатпарлы болып шықты. Видео ұнаса осы видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.